Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сіздермен сөйлем мүшелерін өтетін боламыз. Жалпы біз бірінші сөйлем деген сұраққа жауап берейікші, иә? Сөйлем дегеніміз ол біз бір ойдың аяқталғанын білдіреді. Және де сөйлем мүшелері оның құрылыс материалы сияқты. Оларсыз біз сөйлем құрай алмаймыз. Осы сөйлем мүшелері бізде екі түрге бөлінеді. Ендігі біз сөйлем мүшелері бізде тұрлаулы және тұрлаусыз болып бөлінеді. Осы біз бүгін тұрлаулы мүшелерін қарастырамыз. Тұрлаулы мүшелеріне бізде бастауышты және баяндауышты жатқызамыз. Жалпы бастауыш дегеніміз ол сөйлемнің иесін білдіреді. Ал баяндауыш сол бастауыштың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Осы екеуі бірігіп сөйлемнің негізін құрайды. Жаңа біз бірінші бастауышты қарастырсақ, бастауыш дегеніміз не? Бастауыш дегеніміз ол сөйлемде айтылатын ойдың иесін білдіреді. Ол сөйлемде ең басты мүше болып табылады. Бастауыштың сұрақтары кім, кімдер? Оларды біз адамдарға қоямыз, иә? Және де не, нелер? Оларды жануарлар мен және заттарға қойылатын сұрақтар. Және біз сөйлемді талдаған кезде біз бастауыштың астын бір сызықпен сызамыз. Мінекей балалар, өте оңай, иә? Кәне қайттан ережесін қайталап көрейікші. Бастауыш ол іс-әрекет иесін білдіретін мүше бастауыш деп аталады. Мінекей өте оңай. Кәне мысалды қарастырсақ. Мысалдар. Айгүл сабақ оқыды. Бұл жерде сөйлемнің иесі Айгүл болып тұр, иә? Айгүл кім? Кім Айгүл? Құстар жылы жаққа ұшты. Нелер? Құстар. Кітап білім бұлағы. Не? Кітап. Осылай біз сөйлемді талдайтын боламыз. Ендігі біз баяндауышқа тоқталсақ, баяндауыш дегеніміз не? Ол бастауыштың қимылын, іс-әрекетін немесе күйін білдіретін негізгі мүше. Бастауыштың сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Және қимыл әрекетке қойылатын сұрақтар, иә? Және кім, не, заттың кім немесе не екенін білдіреді. Және біз баяндауышты сөйлемді талдайтын кезде біз оның астын екі сызықпен сызамыз. Бұл да өте оңай, иә? Ережесін қайталасақ, бастауыштың қимылын білдіретін мүше баяндауыш деп аталады. Мінекей оқушылар, өте оңай, иә? Және де баяндауышқа мысалдар келтіріп көрейікші. Әлия хат жазды. Не істеді? Жазды. Күн жарқырап шықты. Не? Қайтты? Шықты. Астын екі сызықпен сызамыз, иә? Менің әкем дәрігер. Кім? Дәрігер. Мінекей өте оңай. Тағы бір қайталасақ, бастауыштың сұрақтары бізде қандай болды жаңа? Кім, не, нелер? Астын бір сызықпен сызамыз. Баяндауыштың сұрақтары не істеді, қайтты, кім, не? Астын екі сызықпен сызамыз. Және де біз бұларды сөйлемде талдайтын кезде, онда бір реттілікпен талдаймыз, иә? Біз бірінші сөйлемді оқып аламыз. Мына суретке қарайықшы. Балалар ойнап жүр. Бірінші біз оқып алдық, иә? Кейін біз бастауышты бірінші табамыз. Сөйлемнің иесі. Бұл жерде балалар. Біз балалар сөзінің астын бір сызықпен сызамыз. Кімдер? Балалар. Осылай сұрақ қою арқылы тексеріп аламыз. Кейін баяндауышты табамыз. Баяндауыш дегеніміз жәнегі қимылды тауып екі сызықпен сызамыз, иә? Балалар ойнап жүр. Ойнап жүр. Екі сызықпен сызамыз астын. Не істеп жүр? Не істеді? Ойнап жүр. Осылай біз тексеріп сөйлемді талдайтын боламыз. Бүгінге осы сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.